Бүгінгі видеода досым екеуміз керемет челлендж жасаймыз. Қандай челлендж екенін барлықтарыңыз біліп тұрсыздар деп ойлаймын. Яқа 6 шарик. Осы видеодан бәрін түсінуге болады. Если что, мына шарик бір-біріне қапталған, ішінде су, сок, кола деген сияқтылар болады. Ал мына шариктардың ішінде неше түрлі заттар бар. Видео өте керемет болды. Мен еңбегім бағалап, каналға жазылып, лайк басып кетесіздер деген ойдамын. Ал біз видеоны бастаймыз. Бақтарыңыз сәлемдесіздер, сіздермен әдеттегідей мен Ердаш және де мен жанымда Әділбек. Бүгін біз деген офигенный бір видео түсіретін боламыз. Превьюдан ақ барлықтарыңыз біліп отырған шығарсақ, дұрыс шарикті талдайтын боламыз. Міне 6 шарикті іліп тастаған болатынбыз. Осы 6 шариктің ішінде неше түрлі бір заттар салынған. И осы бүгін Әділбек екеуміз таңдап біреуін жарып көретін боламыз. Кезек-кезектен. Кім бастайды? Сулифа арқылы ма, как обычно, әлде қалай? Короче, бүйтейік. Біз Сулифаны жеңген адам бастамай, жеңілген адам бастайды ғой. Бұл жолы наоборот Сулифадан жеңген адам бастайды. Жеңген адам бастайды ма? Давай, кеттік ақылы. О, да. В смысле, о, да? Мен жасаймын емес пе? Ладно, бастаймын мен. Мына жақтан только мына қызыл шариктің ішінде не бар екені көрініп тұр. А қалғандарында ешқандай вообще дұрыс көрініп тұрған жоқ. Не знаю, қайсын талдайтынды, наверное, ана ар жағында ғана шарик талдайтын шығармын. Все, короче, ал бастаймын енді. Все, короче, бастаймын енді. Все, повезло, дым жоқ ішінде. Ал енді Әділ, сен талдадың ба, қайсын жаратынды? Осы розовыйды жарып. Розовый да? Давай. 1-2-3. Жақта соңғы 4 шарик қалды. Біз екеуін жарытында, не знаю, қайсын жарар. Так, мына ішінде что-то қорқынышты емес сияқты. Мыналар ішінде бір нәрселер көрініп тұр, әне көрдіңдер ма? Мынау ғана көрінбей тұр да, бұның ішінде бір нормальный зат бар сияқты болып тұр. Короче, мен осы жасыл жарам. Ішінде бір нәрсе бар. Қара, бір нәрсе бар екен. Ладно, көреміз. Так, не бұл? Бұл мынандай бір Машаның наклейкасы бар еді ғой, білесіңдер ма? О, міне. Мойшне. Все, Әділ, енді үшеу қалды. Біреуін талда, қайсысын талдағын келіп тұр. Қызылын давай. Қызылын? Жарым кетіп тұрған жоқ негізі, бірақ немнің? Павлима, немнің? Бір нормальный болады шығар. Ал, 1-2-3. Шариктер е. Шарик. Логично, да? Логично, да. Короче, шариктің ішінде шарик шықты, ал енді мына екеуінің ішінде мен қайсын талдарын білмей тұрмын. Так, мен мына фиолетовый ма, розовый ма, көкпай қандай түсінен білмей тұрмын. Короче, осыны мен жаратын боламын. Қара, магия. Қарамайын да. Адакабра, папалакабра. Так, шөп, ё-май. Все, Әділ, енді соңғы шарик қалды. Қайсы шарикті талдайсың? Логично біреу. Если сен қорқпайтын болсаң, сол шарикті қолыңа бүйтіп аспанға ұстап тұр да, сөйтіп жарасаш, қорқпайтын болсаң. Тура, давай. Қараңдар, мужик қой, за это лайк қой, мужик болған үшін. Не деп ойлайсың? Он ба бұл? Әділ, білесің ба? Бұл мен видео біткен жоқ. В смысле? В прямом смысле, бұл мен видео біткен жоқ. Бұдан да жестко бір челлендж бар. Бұл қайта бастамас қой бізді бұлай үйретіп алу үшін ғана, да? Жүр, көре жатарсың. Міне бізде мына жерде мынандай шарик бар. Бұны мына яқын дұрыстап қарасаң 4-5 шарик. И мынаның ішінде су бар. Ұста көр, қалай қатты екенін көресің. Ойбай, ана шынымен шу ғой. Короче, осыны бір-бірден жарып отырамыз. Если байқамай бәрін жарып жіберсең, су басыңа ғой. Қуасыныға шу қоғазыр. Какая разница, главный. Мыналар үшін контент істеп отыр. Контенттің аты контент, так что кетіп кім басаймыз? Давай Сулифа шештім бәрі. Тағы да Сулифа ма? Жоқ, осы жолы Сулифа емес, давай баклажка шешсін да. Енді менде де качокпен, Әділбекте качок. Вот, көзімізге ыңғайлы мынандай баклажка таптық. И осы баклажканы міне мына сызықтан былай қарай қараса, сен бастайсың деген сөз. Мына жақтан былай қарай мен қараса, мен бастайын деген сөз. Так, значит, мен бастайтын болдым өкінішке орай. Мен очки киіп алдым, специально ана шариктерді былай қачи көріп болмас үшін де. Болмай алып, пышақ алып келейік. Осындай шариктің тағы 3 бар. Қайсында? Осындай шариктің 3 бар. Біреу, обычный су. Сосын келесі фанта, либо кока-кола. Ой, бью. Басыға кока-кола құйылады. Аккуратно ету керек. Давайте, достар, лайк бас кетіңдер. Лайк бас кетсеңдер, Ердана судан құтқарылады. Давай. Все, сен кезегің. Давай, Әділ. Опана. Қорқып тұрмын мен негізінде ше. Иә, жақсы білем. Может, сразу дам сені.
fuck. Қараңдар уже жарлайын деп отыр. Мен көзім көріп тұрған жоқ особо, так что. Оп. Менде бар ғой. Қара. Манга еке ұшайынды. Соңғы шарик па уже? Ну, не знаю, может тағы біреу бар шығар. Соңғына по-любому қарасаршы мынау. Ұсақ болып тұр ғой. Давай кесе. Маған бәрібір. Неше шарик болса да. Главный өзімкін кесіп алдым мен. Давай, Әділ. Ема. Йо, жестко. Чё там, Әділ? А бұл бірінші раунд. Әлі екінші раунд бар. Ой, Әділбек мына жаққа телефонмен түскен ғой. Короче, телефон қазір ғана қойды мына жаққа. У тебя все нормально, да? Надеюсь, что нет. Round 2. Fight. Екінші шарик. Бұл либо Кока-Кола, либо Фанта болуы мүмкін. Екеуін біреу, не знаю қандай екен. Жоқ, Фанта емес бізде. Бізде вообще Макси чай. Короче, басын. Если что, нам жарған кезде, сөйтіп аузын. Деп ашып. Ой, ечей. Короче, сулифа емес, новыйден масайтын шешетін боламыз. Короче, міне көріп тұрғандай доп тұр. И осы допты ана волейбольный допқа тигізу керек. Оңай ғой ол. Ну, если қазір сен басайсың ба, мен басайын ба? Давай мен бас. Если қазір сен бірінші тигіз кетсең, все уже сен басай бересің. А если тигіз алмай мен екінші жол тигізсем, мен басай беремін. Типа екінші шанс жоқ. Жарайды. Түсінің ғой да? Давай басай бер. Вообще алысқа қою керек еді, ё-май. Ал енді Әділ, удачи. Сразу кессай бәрін. Еба. Первый раз негізі ешкімде страшный болмайды асылы. Ал енді мен кезегім. Прикинь, мынау жалғыз қалған. Ема! Істедің Әділ? Ема! Әділ второй. Ема, мен әлі құрғақпын, пацаны. Round 3. Fight. Бізде үшінші шарик келді, міне. Мынаны салып атқанда біреу жарылып кетті. Ал енді Әділ, кім басайды? Сулифа мен шешен ол. Сулифа ма? Давай кеттік. Ұтылған адам басайды. Ұтылған адам басай ма? Ұтқан адам басамайды, е? Жоқ. Ұтылған. Әділбектің жолын бермесін маған, главное. Дейс, Әділ бәрін жара салады деген ойдамын. Маяқта біреу қалған сияқты болып тұр. Ну не знаю, біреу қалса саған. Главный мен өзімдікін жарып болдым. Әділ, уже үшінші рет суға кірейін деп отсың. Неудача. Давай. Может жолым мұқ қалай. Ну бәрі жарылып кетпесе. Сонымен Әділ, біраз уақыт болды Әділдің тұрғанына. Вау! Ема! Жүрегім дір ете қалды ғой. Басына плотно су шашырасын деп тұрмын. Бұның бәрі сіздер үшін. Каналға жазылыңыздар. И... Мощный кеш. Шақта жүрем. Давай. Мен Макси чай шасып атырмын. Макси чай жақсы көретін жігіттерім емес қыздар болса кеңдер, короче. Қолым жалауға рұқсат беремін десей. Все, видео осылай аяқталатын болады. Надеюсь, сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер әдеттегідей болған мен Ерді және де Әділбек. Барлықтарына давайте. Жоқ, давайте емес, күте тұр. Тағы бір нәрсе айту керек. Короче, если осы контенттің жалғасқанын қаласаңыздар, онда смело 5000 лайк жинап тұрсаңыздар, сонда біз келесі бөлімді түсіретін боламыз. Барлықтарыңызға Давайте.